Қайырлы кеш, құрметті оқырмандар. Қалдарыңыз қалай? Көңіл күйлеріңіз қалай? Дауыс естіліп тұр ма? Бейнем көрініп тұр ма? Кері байланыс жасап қойсаңыздар. Жақсы естіліп тұрса, дауыс естіліп көрініп тұрса, плюс белгісін қойсаңыздар екен. Қайырлы кеш. Бүгін менің эфирде қонағым Іңкәр ханымды қазір шақырамын. Запрос жіберейін ол кісіге. Қазір бүгінгі осы эфирді кімнің көргенін қалайсыздар? Эфирді барынша таратамыз. Кімнің көргенін қалайсыздар? Бұл тақырып өте өзекті тақырып. Ене мен келін туралы тақырып. Бүгін қозғайтынымыз өзекті мәселе. Сондықтан көп ханымдардың көргенін қалаймыз. Эфирді таратып жіберсеңіздер. Іңкәр ханым, сіз естіп тұрсыз ба? Барсыз ба? Мен сізге запрос жібердім. Запросымды қабылдасаңыз. Или сіз маған запрос жіберсеңіз, мен сізді қабылдайын, Іңкәр ханым. Сіздің запросыңызды қабылдадым, сізге жетті ма? Менің запросымды көріп жатсыз ба? Запросыңызды қабылдап жатырмын. Менде интернет нашар ұстап тұр ма? Иә, запросыңыз келді, мен сізді қабылдап жатырмын. Менде интернет нашар болып тұр-ау деймін, сіздің запросыңызды қабылдап жатырмын мен. Түк шықпай тұр экранға дейді. Неге? Негізі шығу керек қой. Принять деп басып жатырмын. Wait здесь. Сізде интернет жақсы ма, Іңкәр ханым? Қазір онда мен шығып қайтадан кірейін, е? Сізде шығып қайтадан кіріп көріңіз. Или қазір тағы бір көрейін. Саламатсыздар. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, қалайсыз? Саламатсыз ба? Жақсы. Көріндіңіз, иә, экран көрінді. Не, интернет нашар болып тұрған болу керек, өйткені мен запросыңызды қабылдап жатырмын, бірақ кетпей жатты. Мүмкін, ол да мүмкін. Қалайсыздар? Жақсы,
сізді көргеніме, танысқаныма өте қуаныштымын. Құрметті оқырмандар, бүгін әдемі гүл тағып алдыңыз. Не жоқ екен да мұнда, жаңағы фильтр ма не зат ондай жоқ екен. Ақылге ханым, осы эфирді таратып жіберсеңіз, астында самолетчикпен қай адамдардың көргенін қалайсыз, құрбыларыңызға, таныстарыңызға таратып жіберсеңіз екен. Бүгін бізде жалпы өзекті тақырып, ене мен келін тақырыбы болайын деп жатыр. Қапы қалып қалмаңыздар, барынша таратыңыздар. Бүгін пайдалы болады деген ниеттеміз, солай ниеттеніп шықтық. Қазір мен сіздерге таныстырып өтейін. Бүгін менде тікелей эфирде қонақта Іңкәр ханым, психолог, психосоматолог, оның үстіне балаларды қабылдайтын психолог, коуч, мотиватор, жан-жақты ханым. Мен сізді өлең шумағымен қарсы алғым келіп отыр, мейірім махаббатпен. Кішкене қош келдіңіз, Іңкәр ханым, қонаққа. Алла үнемі сізді жүрсін қолдап та, өз жұмысын сүйіп істеп қуана, айналаға нұр шашып жүр шұғыла. Тілеймін мен сізге байлық бақыт, келдіңіз бүгін міне тауып уақыт. Отбасыңыз берекеге тола берсін, таныстығымыз одан әрі жана берсін. Рахмет, рахмет сіздерге. Сізге рахмет ыстық ықыласыңызға, өте қуаныштымын. Сізге де Алланың нұры жаусын деп тілеймін. Енді мен де айтып жатырмын ғой, бұрын өте активно жүргізетін Инстаграмды. Негізі қазір психология өзіңіз білесіз, особенно клиенттердің көбісі қаламайды ғой өздерінің жаңағыдай барынша конфиденциальность қалайды, өзін енді әлі де біздің қоғам дайын емес та, психологқа енді барлығы толыққанды дайын емес. Негізі әлі де бір психологқа баруды, психотерапевтке баруды, психиатрға баруды мен жындымын ба деген сияқты ниетпен қарайтындар көп негізінде да, или там кім не ойлап қалады, қоғамдық пікір адамға өте әсерін тигізеді. Негізінде бізде білесіз жаңа ұстаным бар, этика бар кәдімгідей, мысалға психолог этикасы деген, оның барлығын құпия жөнінде сақталады. Бірақ жалпы сол адамдарға көмектесе отырып, халықпен жұмыс жасай отырып, біз әрине тәжірибеден де, былайынша қарым-қатынастан да көп нәрселерді алуға болады. Біз айтып жатырмыз, келін мен ене тақырып, мен ойланып жатырмын да, мен ол тақырыпқа бір видеода түсіргенмін алдын. Ойланатында біз жалпы психологияның өзі жан-жақты ғылым, жалпы психологияның өзінің да саласы жан-жақты тарапы көп, яғни тармағы көп демекші. Әртүрлі саладан, әртүрлі деңгейден қарастыруға болады, бірақ оның ішінде біз психолог ретінде ақыл бере алмаймыз ғой. Негізінде мен бүгін бір жағдайға тап болдым, бір кісі айтатты, мысалға бір клиенттердің біреу баласы бір психологқа қаралса, анаң кезінде сені ұрған, үйткен бүйткен, проработка бір нәрсе жасаған болдыр, еще анасына қарсы қойып қойған ғой. Кәдімгі анасымен алыстау сөйлестегенге анасына жоламай жүр 30 жастағы бала да, мысалға соны естіп. Кешірім сұраймын, сөзіңізді бөлгенімен, Карханым, психологтың да психологы бар. Негізі біздің қазақ менталитетіне сай психологқа бару керек. Біздің қазақта ата-анаға қарсы қою деген нәрсе мүлдем жоқ. Значит, өзі психологты дұрыс таңдамаған, немесе оның айтқанын дұрыс қабылдап түсінбеген шығар мүмкін. Соны мен де ойланып жатырмын, себебі қазір мен өзім көптеген оқуларға қатысамын да, жақында ғана ПФР терапия деген денелік оқуды, именно телесный терапияны оқып келдім. Яғни ол жерде психологқа барған сияқты жаңағыдай көп ішіңді ақтарып отырмайсың, жалпы ішіңдегі нәрсені дене өзі шығарады, барынша терапия барысында. Сол кезде мен түсініп жатқаным, жалпы қай кезде, қазір қарап өзіңізде оқуға барсаңыз, психолог емес адамдар көп да, әркім өзінің мысалы триггерін жөндемесе де басқа болмаса да келеді, бірақ жаңа іс барысында сізге сол терапияны қолданып жатқан кезде анық сол психолог емес адамның подходы білініп қалады да, кәдімгідей. Мысалға. Іңкәр ханым, кешірім сұраймын, тақырыптан ауытқымай бүгінгі тақырыпты ашып жалғастырсақ,
Енді құрметті ханымдар, бүгін бізде ене мен келін тақырыбын алып отырмыз. Не үшін алып отырмыз? Өйткені енді мен психолог, психосоматолог болып жұмыс жасағаннан кейін өте көп қарым-қатынаста проблемамен келеді. Көбіне әйел адамдар келеді әсіресе. Енді бүгін келін мен ене тақырыбын ары қарай жалғастырайық. Жалпы сізге сұрақ, Іңкәр ханым, сіз енеңізбен өзіңіз тұрдыңыз ба? Үйде нешінші келінсіз? Содан бастайықшы. Мен негізінде енемен бірге тұрдым деп айта алмаймын. Бүгін мен сол тақырыпта шет жағасын жазғанмын өзім неге. Бірінші себебі жаңа ең бастап қалған кезде, сәттен бастап, жар таңдаған сәттен бастап, әр адамның өзінің таңдау қалауы бар болу керек. Мысалы, көбінесе психологиялық тұрғыдан біздер иллюзия көп құрамыз бір адамды белгілі. Ол енді адамның ішкі триггеріне, өзінің әлеміне байланысты ғой, қалай бала кезден өсті, қандай ортада өсті, соған байланысты. Мен өзімнің талаптарым нақты болды да. Ол кезде өзім қызмет істейтін, кішігірім енді жұмысқа тұрған сәтім, өзім сол салада жасайтын, және де өзіміз қызметпен жүретін бір сол деңгейдегі өзім, енді махаббат та болды, барлығы болды ғой енді, бірақ сондай былай алған кезде біз әу бастан солай келісілдік, себебі қызмет бабымен басқа қалада тұратын. Ол ата енелеріміз де білді оны, біз өзіміз де білдік оны, міне солай, бірақ біз Қызылорда өңірінікі болғандықтан, әрине ата енемізге барынша еңбегімізді сіңіруге, барынша еңбек етуге, қызмет жасауға, жаңағы келін болып сәлем салып, әлі күнге дейін мысалға қайнағаларымыз болсын, жаңағы үлкен кісілерді көріп қалсақ тұра қалып сәлемімізді беріп, барынша қонақжайлылығымызды көрсетіп жатамыз ғой, былай алғанда. Бірақ жаңа мен бүгін жазып кеттім ғой, кезінде декретте отырған кезде айлап, апталап та тұрып көрген кездеріміз болды. Бірақ енді мен прям өмір бақи бірге тұрдым деп айта алмаймын, себебі мен сол ене мен келін қарым-қатынасын өте ішінара жақсы білемін. Себебі менде де абысын-ажындар бар, менде де отбасылар бар, айналамда да солай, сол барлық қоғамдағы нақ бар нәрсе кез келген адамның басында бар деп айта аламын. Біз психолог ретінде біз ол келін мен енеге ақыл бере алмаймыз, бірақ сол белгілі бір туындаған мәселені адамның ішкі жан дүниесіне сәйкес шешіп беруге, яғни сол өзінің ішкі жан дүниесінің күйзелісін қабыл етуін, мәселені қабыл етуін, мәселені түсінуін және соны игеріп кетуіне әсер ете аламыз деп ойлаймын мен. Нешінші келінсіз үйде? Мен үйде үшінші келін. Үшінші келін, тамаша. Ары қарай жалғастырсақ, сіздің ойыңызша ене деген қандай болу керек жалпы? Ене деген болу керек дегенде, негізі бізде табиғатта, жаңа айтып кеттім, барлығымыз белгілі бір идеалға, белгілі бір қалыптасқан бір ұғымға сәйкестенуге тырысамыз да. Ене былай болу керек, немесе келін былай болу керек деп мен айтуға, былай алған кезде мен нақты мынандай болу керек деп айта алмаймын, бірақ негізінде жалпы қоғамға сәйкес, жалпы психологияға сәйкес келген кезде ең бастысы бір-бірін, ол жаңа міндетті түрде бір-бірін жақсы көру міндетті деп айтпаймын мен психологиялық тұрғыда. Прямо ойбай, мен қызым болып кетеді деп іші қаламай тұрса, жалаң дейді ғой, босқа өтірік жақсы көріп, өтірік нәрсе істеудің қажет жоқ өзінің. Енді әр адамның өзіндік ішкі, әр адамның өзінің тәрбиесіне байланысты, ішкі триггерлеріне байланысты ғой. Енді ол психологиялық тұрғыда алғанда, енді ене барынша түсінуге тырысып, конфликтке бармай, ішкі өзінің триггерлерін барлығын жаңа тек келіннің бетіне басып, тек тырнақ астынан кір іздемесе, мысалға да, ең басты түсінікпен. Себебі қыз бала деген қанша дегенмен отбасында ерке болып өседі көбіне. Барынша әйтеуір ата-анасы толыққанды семьядан болса, болмасын, тіптен анасының жанында өскен бала болсын, қандай жағдайда болса да, қазақ халқы қыз балаға ерекше орын қойып өсіреді ғой. Сондықтан жат жұртқа барған кезде ол бір адамның етегінен ұстап, сол елдің жаңағы не болса да, мен жаман ниетте келеді деп ойламаймын келіндер. Барынша балалық, көбіне жас кезінде үйленіп жатады, енді барлығы емес қой, бірақ сонда да сол сіңсем екен, сол отбасында болсам екен деп келеді, ол келінге де оңай емес. Соны ене түсіну қажет. Ең бастысы жаңағы барынша мен анасындай болам, немесе жақсы көрем деп прямо жаңағы елжіреп тұрса, тым алақай ғой, бірақ
өзі істемесе, жүрегі қаламаса, жақсы көрмесе де, ортақ қалыптасқан этикаға сәйкес барынша ұстамды. Ең бастысы, аузына келгенін айта бермейді. Мысалға, адамның ең нәрсе жараланатын нәрсе ол жаны адамның. Себебі ол өзі жаралы адам, біреуді жаралау оңай болып тұрады да, былай алған кезде. Дұрыс па? Ең бастысы өзінің ішкі жараларын тек сыртқа шығарып, уын шашып отырып, өздері байқамайтын адамдар көп қой былай алған кезде, қарап отырсаңыз. Сондықтан ең бастысы салиқалы, ұстамды, жаңағы барынша түсініп, қабыл етуге тырысу қажет, қабылдауға. Себебі көп, енді психологиялық тұрғыда көп бейнелер бар. Өзі соны аңғармай, жаңағы келініне соперница болып алатын, немесе жаңағы баласына өзі үйленген анасы ретінде емес, өзі оны түсінбесе де, подсознательным уровне, мысалға, өзі келіншегі сияқты болып алып, кәдімгі келінмен жарысып отыратын енелер де бар. Негізін алған кезде көп ондай. Ол өзі аңғармайды мүмкін. Сондықтан барынша бұл жерде ең бастысы адекватный дейді ғой, орысша айтқан кезде. Мысалға, санаға, миға, қоғаммен қалыптасқан нормаларға қонымды барынша сондай ене болса. Ең басты конфликтсіз көп нәрсені жеңуге болады. Мысалға. Мен сізді сөзіңіз аузыңызда жалғастырса кетейін ойымды. Жалпы ене деген енді өмір көрген, үлкен кісі болғаннан кейін ене даналығын көрсете білсе, өйткені келін деген жас, жаңа жерге жаңадан түскеннен кейін, пока ол бейімделгенше, сол үйге үйренгенше деген сияқты сол даналығын көрсетсе, және де мынандай бір не бар ғой, ене өзі келін түскенде қалай қабылдайды, қалай қарсы алады, жаңа сіз айтқандай қандай оймен, ниетпен қарсы алады, соған қарай келінде өзі бейімделеді. Яғни адамның айнасы деген сияқты, жаңа сіз айтқандай ішіндегі триггерлеріне де байланысты болады ол. Осы жерде енеге көп нәрсе байланысты негізінде, өйткені айтып отырмын ғой, ене деген енді өмір көрген, тәжірибесі бар, жаңағы жас келінді тәрбиелеу керек та, тәрбиелегенде жаңағыдай сіз сияқты айтқандай адекватно, жаңағыдай ұрыс жанжалсыз тәрбиелеуге болады менің ойымша. Өйткені бізде қазақта айтады ғой, жаңағы біреуді тәрбиелеме, өзің тәрбиеле деп айтады ғой. Сондықтан өзімізге де көп нәрсе байланысты. Енді келесі сұрақты сізге қойсам, мысалға, жаңа өзіңіз айтып жатсыз, неше түрлі енелер бар, неше түрлі келіндер бар, бұл мәселені екі жақтап қарағанымыз дұрыс, өйткені барлық нәрсе, барлық кінә енеден де бола беруі мүмкін емес, барлық кінә келіннен де бола беретін мүмкін емес. Кінә кейбір кезде, барлық кезде екі жақтан болады, екі жақты қараған дұрыс деп ойлаймын. Енді мына сұрақ сізге, мысалы, енесі тисе беретін енелер болады келінге. Сондай кезде ұрса берсе, тисе берсе, келін қалай әрекет жасау керек, не істеу керек? Осыған өзіңіз психолог ретінде не айтасыз? Ол тисе бергенде, ұрса бергенде, былай алған кезде, енді нақты ситуацияға қарай біз талқылаймыз ғой, запроспен келеді ғой адам, мысалы, ішкі нақты запрос бір ситуацияға байланысты да. Сондықтан әртүрлі ситуация болуы мүмкін. Ол неге тисе береді? Себебі ол ененің өзіндік ішкі бір былай алған кезде жан жарасы бар деп айтуға болады, қазақша айтқанда. Яғни өзі кезінде күйеуінен көңіл толық ала алмауы мүмкін. Жаңағы өзінің баласы келініне керемет көңіл бөліп жатса, керемет жаңағы бақытты болып бара жатса, ол ана өзі көре алмай қалуы мүмкін да, өзінің балдарының бақытын. Ол көре алмай тұрмын деп ойламайды, бірақ өзінің ішкі баяғы кезде маған солай неге қарым-қатынас жасалмады, мен солай неге болмадым деген сияқты нәрсемен жаңағыдай тисе беру мүмкін да, өзі түсінбейді, өзі неге тисе жатқанын өзі түсінбейді, бірақ ішіндегі жан жарасынан шыққан триггер оны жаңағы сол өзі жаралы адам біреуді тез жаралайды ғой, былай алған кезде да. Сондай тиісіп отыр. Одан да басқа себептер көп болуы мүмкін. Мысалы, кейбіреуде, енді білмейміз ғой, әр ситуацияға байланысты. Кейбір адамдар өте тазалықты жақсы көретін адамдар болады. Слишком обсессивно-компульсивный расстройствосы бар адамдар болады. Слишком қайта-қайта қолын жуып, үйін тазартып, полкаларын жөндей береді. Ондай адамға да шақ келмейді келін, мысалы, былай алған кезде. Себебі ол отырсаң да, тұрсаң да, істесе де нашар, ол ойынан шықпайды да, перфекционист адамдар болады.
мысалға спишкам бәрі по полочкам тұру керек, өзінің тәртібі бар, үйінде өзінің қойған нәрселері. Оған айдаладан бір әйел келеді да, жап-жас келіншек, ана барлық тұрған заттың бәрін шатыстырып жібереді да, оның көңілі толмайды. Ондай да себептері болуы мүмкін, дұрыс па? Енді әртүрлі психологиялық тұрғыдан келген сәттегі ситуацияға байланысты шешіледі да ол мәселе. Ол жаңа қазір былай мынадан деп нақты бір нәрсені кесіп айта алмаймыз. Бірақ ол сәттерде келіншек негізі бізде мынандай психологияда да мынандай нәрсе бар ғой. Ол бір жағынан енесінің триггері болғанмен де, бірақ келіншек жағынан сәл ұстамдылық болса, жас келін енді, бірақ жастық шақ кезде негізі эмоция бізде көп болады, былай алған кезде. Эмоция, потому что біз ол кезде біз ақылға салу деген нәрсені көбіне, енді өзімізде жас болдық қой, мысалға, көбіне эмоцияға салынамыз да, көбіне эмоцияға салынамыз. Сондықтан ол басына түсінбеуі мүмкін, басына үндемеуі мүмкін. Енді әртүрлі келін бар ғой, мысалға, үндемей құтылатындар бар. Үндемей құтылатындарында ізінен қалмай жүріп қанын ішетіндер де бар, мысалға да, ойлаған кезде. Немесе өзіне қарсы сөйлеп, одан сайын күнде жанжал дау шығатындар бар. Бұл жерде былай қараған кезде келіннің өзінің отбасына көрген өнегесіне біріншіден, екіншіден өзінің жаңа жалпы қалай деңгейде өсті, мысалға невротизммен өскен адамдарда оларда да перфекционизм болады. Олар да өзінің ісіне көңілі толмай, ол да жаңағыдай, соответственно, ол енесінің өйтіп айтқан сайын өзін кінәлі сезіне бастайтындар бар. Себебі невротиктар білесіз, ішіне қарай, бүткіл вектор ішіне қарай жасалынады. Яғни мен кінәлімін, жұртты кінәламайды, өзін кінәліп, өзінен кінә іздеп, өзінің ой, мен дұрыс жасамадым, оның ойына сәйкес келмедім, енемнің көңілінен шыға алмадым деп, өзін басып, бүткіл ауру қайдан шығады? Психосоматикалық мысалға. Бүткіл ауру именно эмоцияларды, яғни табиғи эмоция, жылау, жаңағыдай күлу немесе ренжу дегенде эмоция ғой. Соларды басудан шығады. Мүмкін басып сондай кейін психосоматикалық өзіндік бір белгісіз ауруға да ұшырауы мүмкін да. Мысалға, былай қарасаң сау, а былай қарасаң кәдімгідей ауырады. Мысалы, әртүрлі ғой, өзіңіз білесіз ғой, мысалы, кездесіп отырғанда. Немесе үндемей құтылады кейбіреу солай. Кейбіреу енді жаңағыдай өзінің границасын, шекарасын ұстап қалғандар, мысалы, келіндер, олар нақты міне айтады, ол да жақпауы мүмкін енеге. Немесе кейбір енелер уже былай өзінің түйсігі бар, санасы бар, адекватный өзінің шекарасын түсінетін енелер, ол тоқтамға келіп, мен де дұрыс деп тұрған жоқ негізі деген сияқты ойға келуі мүмкін. Бұл жерде ситуацияға байланысты. Негізі алған кезде жалпы психологияда міне былай деп кесіп айта алмайсыз да енді ештеңені. Себебі барлық нәрсе белгілі сол ене мен келін арасында нақты туындаған ситуацияға байланысты. Ары қарай сол қандай автоматты түрде ой келді адамға, ол ойдан қандай эмоция туындады, ол эмоциядан қалай әрекет кетті, соған байланысты ары қарай оқиға өрбиді. Жақсы, өте жақсы жауап бердіңіз. Рахмет. Ал енді келесі сұрақ, жаңа өзіңіздің практикаңызға, тәжірибеңізге сүйеніп айта аласыз ба? Ене мен келіндер тату болу үшін қандай лайфхактар бар? Тату болу үшін не істеу керек? Келін тату болу үшін, енді ол жаңағыдай ененің де келіннің де түрлеріне байланысты ғой, енді ішкі триггерлерімен қандай ішкі жан дүниелеріне байланысты. Ең басты мен бір не қылатыным, өзім всегда айтам, барлық кезде айтатыным, күлкі барлық нәрсені жеңеді. Негізі күлкі терапиясы деген негізгі терапия да бар. Мадан Катари деген кісінің негізін қалаған, оны Индиядан шыққан. Күлкі терапиясы дейді. Негізі кез келген затқа біз ішкі жаңа триггерлерімізден қара түнекті басып алып, одан оны ұлғайтып жібермей, дұрыстап, адекватно. Себебі біздің психология бірінші нәрсе ол ішкі есею. Біз неден ренжиміз? Келінде, енеде, іште взрослый позиция жоқ, яғни үлкен есейген позиция жоқ. Бала позициясына кіріп алады, біреусі ата-ана позициясына кіріп алады, мысалға. Сонымен басталады ортадағы нәрсе. Сондықтан есею, яғни есейген адам адекватно шешеді кез келген ситуацияны. Яғни кәдімгідей саналы түрде отырып шешуге болады, былай алған кезде. Сондықтан мен айтар едім, күлкіге айналдырып жіберуге болады. Кез келген ситуацияда ойнап, күліп, ойынды, шыңды, жаңағы әзіл жасап отырса,
мысалы особенно келін енесіне әзілдеп ой деп мама деп мысалға көбінде өзімшілдік жас болса да көп келіндерде мен араласқаннан кейін өзімшілдік болады. Ол жастықтың буы деп айтуға да болады да кейде, потому что жастық шағымызда море по колено дейді ғой орысша айтқан кезде, яғни бәрі бір спокойно өтіп шығатын, болмайтын бұзылмайтын қамал жоқ сияқты, мен главный, менің қолымнан бір өзін всемогущий көресің ғой көбіне, мысалы жалындап тұрған кезде. Сондай кезде мойынсынбау да болып жатады. Негізінде ене жақ емес келін жақтан да қателіктер кетіп жататын кездер болады. Ол кездері жаңағыдай ой мені күйеуім жақсы көріп тұр ғой, маған неге енем сөйлейді, мен бәрібір күйеуім менің сөзім сөйлейтін дейтін де келіндер болып қалуы мүмкін. Немесе наоборот, жаңағы мен балам менің айтқанымнан шықпайды, маған келін, кто она такая, кім ол менің сөзімді қабыл етпейтін деген сияқты өктем. Ол өзімшілдік көбіне ортаны бұзатын нәрсе да. Сондықтан ең бастысы ана эго деген нәрсені іштегі мысалға да, сол эго деген нәрсені басып кішкене да өзінің орнын білу керек қой. Келін келіндік орнын білу керек, ене өзінің енелік орнын, өзінің даналығын білу керек та. Ана именно келінмен сол бала болса баламен бала болып сол деңгейге шығып алып қақтығыспай да мысалға, немесе қарап отырсаң. Сондықтан ең басты әзілге айналдырып жүру деп ойлаймын. Ой, қайтесіз, былай ғой, давайте бүйтіп жасайық деп та, бір көңіл ниетке байланысты, кез келген зат адамның ниетіне байланысты. Сіз қанша жерден бір Құдай сақтасын, енді былай алған кезде сұмырай дейді ғой, бір әркім өзіне сол ат қойып алады ғой жаңа. Әркім мен көптеген келіндермен араластым да, бәленше тігенше деп мен айтамын. Ол адаммен арпалыспау керек та, адам өзінің жетістігіне, өзінің қадамымен өзімен арпалысу керек әр адам. Өзінің жақсы версиясы болуға тырысу керек та, өзінің, мысалға қазір мен мынандай деңгейде болсам, келесі міне ол жаңағы мен ененің былай асып түсем, мен одан бүйтем деген, немесе ене мен келіннен асып түсем деген нәрсе болмау керек. Ол жаңа соперничество, немесе жаңағыдай балалық позициямен осы бір-бірімен жарыс деген нәрсе, қызғаныш деген нәрсе болмаса, ниет, ең басты ниет түзу болса, мен ойлаймын көп нәрсені. Енді сіз енеңіз бір нәрсе айтып жатқан жақпайды, маған да жақпайды, мен де адаммын ғой, мен идеальный емеспін, мен өзім лично, я не считаю себя идеальным, да, идеальный емеспін. Просто кез келген сәтте эмоцияны білдіру, ренжіп тұрған кезіңізде ренжуді білдіру, ол нормально. Бірақ соған тіптен салынып кетіп, ол бір 7 секундқа созылатын шығар. Тіптен біздің көп қателігіміз, ол проживать надо эту эмоцию. Ол сол сәтте туындаған эмоция, сіз прям ашуыңыз келсе, сол ашуыңызды шығаруыңызға болады. Бірақ сол ашуды ары қарай ұлғайтып, 100 рет келген адамға езгілеп, анаған езгілеп, мынаған езгілеп, оны өсекке айналдырып, мысалға, вот қайдан шығады проблема? Міне сол ары қарай сол эмоцияда қалып қойғаннан шығады. Қойған кезде. Сондықтан ең басты күлкіге айналдырып жүреді, әзілге айналдырып жүреді. Жақсы. Рахмет. Я күлкі терапия деген бар ғой. Күлкі жаңағы күліп қарасаң әлем күліп қарайды саған деген сияқты. Мына жерде қайырлы кеш Шакира ханым қосылып жатыр. Гүлмира ханым, рахмет кері байланысыңызға. Келінге түсіністікпен қараймын, түсіндіремін деп айтып жатыр. 25-26-да бір бөпелері бар дейді. Тамаша, қуаныштымын қолдап жатқандарыңызға. Астына комментарияға жазыңыздар, сұрақтарыңыз болса. Келін ене тақырыбында бүгін сұхбат болып жатыр. Әріптесіммен сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар болады. Менің келінім подружкам, ол да біреудің мәпелеп өсірген қызы ғой дейді. Тамаша. Негізі дұрыс айтып жатсыздар, барлықтарыңыз. Жаңағы Іңкәр ханым да дұрыс айтып жатыр. Мен де идеальный емеспін, Іңкәр ханым да идеальный емес. Ешкім идеальный емес, идеал тек ол бір Алла ғана, кемшіліксіз. Ал біз енді құл болғаннан кейін бізде кемшіліктер болады, бірақ сол кемшіліктермен жұмыс жасау ол біздің жұмысымыз, е. Жаңа ене өзінің кемшілігімен жұмыс жасаса, келін өзінің кемшілігімен жұмыс жасаса, яғни айтқанда адам өзімен өзі жұмыс жасаған кезде, е, өзін танып, өзімен жұмыс жасаған кезде, әлбетте қарым-қатынас дұрысталады. Барлық нәрсе өзімізден басталады ғой. Енді осы жерде бір тағы да сұрақ, келіндер, мысалы, бізде қазақтың менталитетінде әсіресе келіндерге, мысалы, жаңағы әсіресе оңтүстікте сөздің шыны керек, келінді кішкене төмен санап, адам қылмай сияқты, я жаңағы бір әйтеуір жүрген адам сияқты қарап, сондай бір дұрыс емес көзқарастар
кездесіп жатады. Мгм. Осындай кезде маған бір практикамда бір жас келін келген, өте сондай стресс, депрессияда келді. Енесімен бірге тұрады, енесімен қарым қатынасы дұрыс емес. Енді сіздерге практикадан кішкене не болсын деп айтып жатырмын. Сондағы келіннің айтып жатқаны жаңағы не дейді да, барлығын көңілінен шығуға тырысқанда өзін ұмытып кеткен, өзін соңғы орынға қойған, енеме жағам, байыма жағам, атама жағам деп барлығының жағдайын жасаған, бірақ та бәрібір оны ешкім жақтырып жатқан жоқ, бәрібір оны ұнатып жатқан жоқ. Мгм. Иә, құрбандық рөлінде жүр ғой негізінде. Сол келді. Енді осындай ситуацияда келіндер мысалы енді көбіне осындай ситуацияда келін өзін ұмытып кетпеу үшін, тұлға ретінде сақтап қалу үшін, немесе өзінің құқығын қорғау үшін ба, қалай істесе болады келін, өзін мүлдем ұмытып кетпеу Мен үшін? өзімде де оңтүстік демей ақ қояйын, өзім Қызылордадан болған, Қызылорда жақтың келінімін. Ондай нәрселерден ата енеге жағу деп баламыз ғой. Мысалы, мен де бала болдым. 20 жасында күйеуге шықтым мен де. Мысалы, оқуды, университетті бітіріп келіп. Вот былай алған кезде балалықпен мысалға жақсам екен, не болса да соларға жақсылық жасасам екен деген, ол тәрбие біздің жақта, сондай тәрбие болды да, мысалы сіңіп кету. Тастай батып судай сың дейді ғой қазақта мысалға да. Сондай девиз болды. Мен ойлаймын, қазіргі қазақ қоғамында да сол девиз әлі де бар негізі, кәдімгідей үлкен пайызда. Әрине ол жақсы бар ниет қой, жаңа дұрыс ниет, бірақ ол айналып келген кезде ол сіздің орта сізді былай келген кезде ниеттеп отырып ішкі жан дүниеңді өзіңді ұмытқан кезде адам өзін өзі ұмытса, оны барлық айналасында күйеуі да, баласы да, туған туысқанда ұмытады негізінде. Адам өзін ұмытқан сәтте. Ол үшін ең бастысы әйел адам дамуын тоқтатпау керек. Дамуын тоқтатпау керек деген кезде, мысалға ол жаңағы адамға ол қай жерде сіз қаншалықты жақсылық жасасаңыз да, ол жақсылық жасағаныңызды ұмытуыңыз қажет. Себебі бізде ең көп қателік мен жақсылық жасадым дейді да, содан кейін күтеміз ғой, ойбай, ол да жақсылық жасау керек деп басқа адамнан. Сосын ол жақсылық жасамай қалса, бітті, ренжиміз, сосын стресс, депрессия болады да көбіне. Сол причина былай алған кезде. Сондықтан кез келген сәтте ештеңе күтпестен барып, жақсылығын жаса, бірақ күтпе. Бірақ жаңағыдай раствориться етіп, яғни еріп, барлық адамның еріп, тек мен барлығына қызметші, көлеңкесі, өзінің аты, жөні жоқ ретінде, себебі ол әйел өз позициясын жоғалтып алады. Сол жоғалтпас үшін ол жаңа бірден барып мен талтаңдап, мен мынандаймын, мен тайраңдап тұр деп айтпаймыз. Ол жаймен де оқысын, күнделікті кітап оқысын, өзіне қарап массажға барып тұрсын, иә, мысалға барынша еркелеп, күйеуіне өзі жұмыс жасауға тырысып, жаңағыдай барынша бір дамысын, енді кішкене болса да психологтардың кітабын оқысын. Мен өзім мысалға ауылдық жерде тұрдым. Мен бірден келіп Астанада немесе Түркияда тұра қалғаным жоқ, былай алған кезде. Менің арманым болды ол кезіндегі. Мен де жаңағыдай растворилась, ол мен шындығын айтайын сөздің. Мен де болды, мысалы, барынша ол өзіміздің басымызда өткеннен кейін айтамыз ғой, кәдімгідей барынша жасағымыз келеді, жағдайларын жасағымыз келеді, көңіліне шыққымыз келеді, күйеуіміздің көңіліне шыққымыз келеді ғой. Түнгі таңғы 5-те қонақ әкеліп тұрса да, қабағың шытпай соны күтіп алып, ойбай, күйеуім керемет деп кетсінші деп отырасың да, мысалға, өзің ұйқыңға батса да, быт-шыт болып тұрсаң да, қазақтардың әйелдерінің ең бір кереметтілігі, жаңағы өзін құрбандыққа шалып жібереді ғой, бірден моментально. Бірақ оның несін, қадірін түсініп жатқан күйеуі болса тым алақай керемет, мысалға, қадірін түсінбесе де, түсінсе де, ол өзі таңдау жасап қойды әйел сол сәтте. Сіздің әр қимылыңыз, әр әрекетіңіз, қазіргі қандай деңгейде өмір сүресіз, қандай қарым-қатынаста өмір сүресіз, ол сіздің таңдауыңыз. Мен сіздерге осы орайда ұмытпай тұрғанда бір притча айтып жіберейінші, мен бұрын бизнес-тренер болып жүргенде. Жаңа бір ит дейді, бір есіктің алдында жатады екен, күнде бір кісі өтіп бара жататын болған ғой, бір негізі шетелдің, Европаның бір притчасы да. Енді ой жақта шарбақтар ашық тұр ғой, сөйтіп өтіп бара жатса, күнде бір ит қыңсылап, ыңырсып,
аянышты көзбен мүлейіп өйстіп жатады екен да, анау егелер қасына кітабын оқып, тоқымасын тоқып отырады екен спокойно ше. Соны жақсы бір күн өтеді, қасынан жаңа ойдың екінші күн өтсе, тура сол картина жаңа ит ыңырсып, қиналып, быт-шыт болып жатыр дейді да, үшінші күні шыдамайды жаңа кісі. Сұрайды, сіздер дейді, жайбарақат газетіңізді оқып отырсыз дейді да. Жаңа тоқымаңызды оқып отырсыз дейді да. Бірақ мына ит бейшара қиналып жатыр, немене көмектеспейсіздер дейді, жаңа кісі өтіп барады. Сонда ол кісі айтыпты, бұл ит дейді, біздің үстінде жатыр дейді да, мынандай темір, жаңағы темірдің үстінде жатыр дейді. Шила дейді, біз ба не дейді бізде қазақша мысалға, біздің үстінде жатыр дейді. Бұның 4 аяғы бар дейді бұл иттің. Сол 4 аяғынан тұрып, біздің үстіне тұрып кетсе дейді, ана жарасы жазылып, ол спокойно жақсы өмір сүріп кетеді дейді да. А ол болса соған ол ыңырсыған, соған ол сол жертва болған ұнап тұр дейді да ана итке. Притча. Бұл нәрседен алынатын тәрбиелік ұғым неде? Бұл жерден алатын тәрбиелік ұғым әр нәрсе, әр өмірдегі болып жатқан, біздің өмірімізде болып жатқан нәрсе, ол біздің таңдауымыз. Біз сол өмірді таңдап қойдық та, сол әрекетке барған кезде сіз өзіңіздің комфортыңызды таңдадыңыз ба, әлде сол құрбан болуды таңдадыңыз, ол сіздің таңдауыңыз. Сондықтан жаңа енді бұл қатты айтылған шығар деймін да, жаңа притча. На самом деле кезде поучительная притча. Себебі қарап отырсаңыз, кез келген адам сізге ұнамайтын, сіз екі аяқ, екі қолыңыз Аллаға шүкір бар, сізге ұнамайтын жағдайларда сіз өзіңіз таңдау жасай білесіз, өзіңізге жайлы жағдайға көшуге. Дұрыс па? Яғни мен айтар едім, қазақ әйелдері өздерін жертва рөлінде, құрбан рөлінде болмай, барынша, себеп құрбан рөлде ол ішкі, банал кезден, туған сәттен бастап әртүрлі эдипальный период болады, басқа периодтардан өткен сәттердегі өзінің ішіне түйген травмалар болады. Енді барлық адам травмирование деп айта алмаймын, бірақ енді ішкі жаралар, күйзелісі, белгілі бір искаженный, когнитивный искаженное восприятие, яғни когнитивті, яғни дұрыс емес қабылдаған ойлар, ол біреудің айтылған тәрбиесі, сөзі болуы мүмкін, біреуден көрген іс-қимыл болуы мүмкін да, мысалға. Соны ол дұрыс деп қабылдап алды. Сол өмірлік ұғым деп қабылдап алды да, ал на самом деле өміріне немесе қарсы келетін ұғым болуы мүмкін. Міне сондықтан сол мәселелерден ішкі триггерлері былай алған кезде жаңағыдай шығады да, адам өзі жертва рөліне кіріп кетеді ғой көбіне. Ой, мен осындай, өзін өзі аяйды, басқа ештеңе, тіршілік, жаңа ит құсап, тіршілік орнынан тұрып жүрмейді да, ит құсап, жаңа Шиланың біздің үстінде жата берді да көбіне. Былай нелеп айтқан кезде, әсерлеп айтқан кезде. Сондықтан әр адамда таңдау бар, оқысын, дамысын. Менің өзімде ол жағдайлардан өттім. Мысалға, сол кезде мен не істедім? Қолымда ешқандай көк тиыным жоқ. Енді әйел адамдар, декретте отырған әйел адамдар мен жақсы түсінемін. Жас жаңа семья болып жатқан. Мен де ол заманнан өттім, келіндік заманнан. Кәдімгі қолымда көк тиын жоқ, үйде күйеуіме қарап отырған заманнан өттім. Сол заманда, мысалға, мен ол кезде балдарым кішкентай кезде, қазіргідей интернетте жоқ, басқа да жоқ, зорға «Мой ребенок» деген журнал тауып алатын. Соның ішінде отырып, әйтеуір бір қандай ақпарат шығады, соны оқып, өзін дамытуға тырысатын да. Ең жоқ дегенде Синельниковтың кітаптарын оқып бастадым. Хотя ол кезде мұрныма иісі бармайды психологияның. Осыдан қаншама, почти 20 жыл бұрын, да? Мысалы, Валерий Синельниковтың кітаптары бар. «Возлюби болезнь свою», «Сила намерения» деген, мысалы, «Сила любви», неше түрлі кітаптары бар ғой. Мысалы, соны оқып, ананы миыма қонбайды ғой, сонда да психологиялық тұрғыда ол врач кісі мысалы жазған кітап, мен ананы соны түсінуге тырысып, сол кездегі Наполеон Хиллдің кітаптарын оқи бастадық та, мысалға. Соны батыстан келген кітаптар ол кезде таңсық, бірақ соны оқып отырып, өзімді барынша дамытуға тырыстым да. Сосын не істедім, дамытуға тырысқан кезде мен кез келген үйде отыр келіндерде туындайтын нәрсе, ол жаңағыдай, егер қаржылай, тәуелсіз қаржылай өздеріне нық сенімді болып кетсе, кез келген қатынасты ол еріп кете алады әйел адам. Сондықтан жаңағыдай жертва рөліне кіріп отырып алмай, таңдау жасап, әрекет жасау керек.
яғни ол жаймендеп өзін дамытсын, өзін күтсін, мысалға да, ұмытып кетпесін совсем. Салон красотыйға бару қиын емес қой. Ең құрығанда шашыңды бояуға ақша жоқ болса, мысалға бояуды арзан бояу болса да алып, көршіңе барып, немесе туысқаныңа барып боятып алсаң да әдемі болып жүруге болады, дұрыс па? Ең иә. боялған кезде. Өзіне байланысты ғой. Қаншалықты өзіне қарайды, уақыт табады өзіне. Сосын қаржылай аяққа нық тұруға тырысу керек. Қанша жерден күйеуіңіз жақсы табыс тапса да, сіз күйеуіңіз дамып кетіп, сіз төмен қалып қалмауыңыз керек та. Сіз де сол деңгейге жетуге тырысып, барынша дамысаңыз, сіз әрқашан күйеуіңізге де, ортаңызға да қызықты адам боласыз, тұлға боласыз. Дұрыс, тамаша жауап. Менің ойымды айттыңыз. Енді осы жерде тағы бір сұрақ, сіздің жеке өзіңізге қатысты сұрақ болса қойсам. Жалпы сіздің келініңіз бар ма қазір? Қандай? Келін? Сізде келін бар ма? Мен де жеке өзімде келін жоқ, бірақ менің қайным келіншектері бар, әрине. Өзіңіздің келініңіздің иншалла болашақта қалай болған қалайсыз? Енді мен екі қызым бар, сіздің ашығы. Мен ер бала жоқ, бірақ Аллахқа шүкіршілік етемін. Осы берген екі қызына шексіз шүкіршілік етемін. Енді мен былай алғанда өрнек дейді ғой түріктер. Былай мысалға балатын болса, келін болса, мен независимая бабушка болғым келеді. Мен орысша айтқанда бабка при бабках дейді ғой. Мен всегда айтатыным, мен мықты миллионер әже болып, немерелерімді алып, шаруам, шатағым жоқ, өздеріне сепарацияны беріп, кіндіктерін әдемілеп тұрып кесіп, бар жағдайларын жасап беріп, айналайындар өмірлерді қалай сүресіңдер, олай сүріңдер, мен кеттім шетеліме қыдырып деп, күйеуімді құшақтап алып, шетеліме кетіп, рахаттанып, немерелерімді салып алып, путешествие жасап жүргім келеді. Мысалы, мен сондай ине болғым келеді. Себебі, оның себебі, енді жастық кезде біз көп неген нәрселерден өттік қой, жетіспеушіліктен де өттік. Ата-анамыз біздерді мысалға енді 90-100% адамның 1-2-3%-не әрі кетсе, қатты өмірде жаңағыдай повезло деп айтады ғой, жақсы, керемет болып кетуі мүмкін, сәтті болып кетуі мүмкін. Бірақ көбіне бізде сол совет заманынан қалған ата-аналардың тәрбиесі бойынша бала өсу керек, одан кейін бала ата-ананы асырау керек деген ұғым бар. Енді ол діни ұғымда да болуы мүмкін, ол нормальный нәрсе, қоғаммен қалыптасқан нормальный нәрсе. Бірақ ол ұғымды біз слишком таразының екі жағы болады ғой. Біз бір жағын басып кетеді да, біздің ата-аналар екі аяғын салбыратып отырып алады ғой баланың мойнына. Особенно жаңадан болып жатқан үйдің иелері, жаңа отбасы болып жатқан үйдің иелері, мысалы мен ондай кезде жан-жақтан өздеріне жетпей жатады ғой, жаңа отбасы болып жатқан кезде өзіңіз білесіздер, мына жерде біздің ортамызда отырған қыз келіншектер де білетін шығар. Барлық нәрсе, әйтеуір мен мысалға жетпей жатқан кезде ата-аналар маған беру керексің, бізге көмектес, енді қолынан келсе көмектескен өте керемет. Ол әрине ата-ананың парызын барынша сіз қанша жерден жақсылық жасасаңыз да, ол парызын өтей алмайсыз деп ойлаймын мен да. Мысалға, сізді дүниеге әкелгеннің өзі үлкен сый ата-ананың. Бірақ енді жаңағыдай ситуацияны алған кезде нақты жас отбасына өзіне жетпей жатады, бірақ сөйтіп отырады да, күйеуі қалтасынан отбасының бюджетінен жырып алып, ата-анасына көмектесіп жібереді, әйел содан не ұрыс-керістің бәрі қайдан шығады? Түсініспеушіліктің бәрі қайдан шығады? Қу ақшадан шығады былай алған кезде. Сондықтан, неге мен жаңа сіздің сұрағыңызға солай жауап бердім? Сондықтан мен түсінгенім, барынша, даже екі қызым тұрмысқа шықса да, мен қыздарыма күнім түспесін деп тілеймін да Алла тағаладан. Жаңағыдай бабка при бабках деп орыстар айтпақшы, крутая бабушка болып жүргім келеді мен. Мысалға, сол үшін қазір әрекет жасаймын, барынша сол үшін қамтамасыз етіп жатырмын. Себебі бала кезден оларға мен шетелдің не екенін, әдемі өмірдің не екенін көріп өскендерін қаладым, қолымнан келгенше соны жасап келе жатырмын мен. Аллаға шүкіршілік етемін қатты да, мысалға. Сондықтан сондай өмірге жете алатындарына, сондай дәрежеге, менен де жақсы керемет өмірге жете алатындарына көзін жеткізіп келуге тырысып жатырмын да, себебі дамысын, өссін деп. Сол сияқты мен де өзім, болашақ Алла маған ене болуға жазса, сондай ешқандай шаруам жоқ, білгендерің жасай қойыңдар, балаларымды берсеңдер, шетелге етіп қыдыртып келем, немесе бір әдем жерлерге қыдыртып келем, барып ертегімді оқып, уақытында тәрбиемді беріп, бірақ оның тәрбиесіне араласпайтын не болар едім. Тамаша. Тамаша, сол ниетіңізге жетіңіз иншалла.
Әмин. Так, мына жерде Өз қандай сұрақ? қазандарында өзі қайнау керек қой негізі, бір-біріне сіңісу керек, притирканы өту керек уақытында. Дұрыс, үшінші тараптың араласуынсыз отбасылар. Енді осы жерде бір сұрақ, мысалы кейбір келіндер жаңадан түскен келін болсын, жалпы келіндер, мысалы қызмет істейтін келіндер болады, жұмыс істейтін келіндер. Сол кезде кейбір енелер, аталар жақтырмай жатады. Келін деген үйде тұру керек, неге ол қызмет істейді деп, мысалы ол қанша оқыды сол саланы, иә, диплом алып оқыды, еңбектенді. Енді келін болып түскеннен кейін ары қарай сол жұмысын жалғастырғысы келіп тұрады, бірақ ата енесі қарсы болып, сен келін болып түстің, енді үйде отыр, біздің жағдайымызды жасайсың, жұмыс істемейсің деген сияқты шарттарды қойып, сөйтіп жұмыс істетпей қоятын ата енелер де кездесіп жатады екен да, кездесіп жатады. Осы жерде келін не істеу керек? Келін қызмет істемеу керек па, или істеу керек па? Өзіңіздің көзқарасыңызды білдірсеңіз. Ол да былай айтқан кезде психологияда нақты бір тұрақты тұрған нәрсе жоқ қой. Міне қараңыз, ол да ситуацияға байланысты, ол да жағдайға байланысты. Ол ситуацияда егер ата енесі өлім аузында жатады, кейбір әртүрлі ситуация болуы мүмкін да, мысалға өте ауру халде жатуы мүмкін да. Егер жағдайлары жетсе, барынша түсіндіріп адам жалдап алуға болады да, мысалға қарайтын. Болмаса, өзі ниеттеніп отырса, егер мен жаңа айтып кеттім ғой, мен адамның әрқайсының өзінің таңдауы болады деп. Бұл жерде келіннің мойнына таңдау түседі. Ол өзі таразыға салу керек. Мысалға да таразыға салу керек. Егер мен бұл ситуацияны таңдасам, мысалға бұл ситуацияда мен ата енемді таңдасам, оған қарауды таңдасам, не болады? Қандай нәтижеге жетем? Денсаулық жағдайында, қаржы жағдайында, саморазвитие, яғни даму жағдайында қандай дәрежеге жетем. Ал егер мен жұмысқа шықсам, қарым-қатынас жағдайында дейік, жұмысқа шықсам, қандай дәрежеге жетем? Қандай нәтижеге, дәреже емес, нәтижеге жетем. Мысалға да. Вот осы екі жолды қараған кезде, мысалға, өзінің жүрек қалауы нені қалайды? Адам. Ол ситуацияға байланысты, адамға да байланысты, нақты келінге байланысты. Себебі жаңа айтқандай, біз психолог ретінде, негізі психологиялық этикаға байланысты біз ешқандай кеңес бере алмаймыз адамдарға. Тек қана біз оларға как проводник, яғни сұрақ қоюға, терапия арқылы ұсынысты айтпаймыз. Жалпы ол адамдардың өзін санасын қандай шешім қабылдауға әкелеміз. Яғни кез келген техникалар арқылы болсын, жаңағы белгілі құралдары, психологиялық құралдар арқылы болсын, мысалға сол адамның өзінің шешім қабылдауға алып келеміз. Сондықтан ол әр ситуацияға байланысты. Енді келіні жарайды, мен мынандай уақытта жұмыс жасамай қараймын десе, ол өзінің таңдауы. Жоқ, мен ары қарай жұмыс жасауым керек десе, просто бұл жерде, видите, ол адамның ішкі внутренний личностный конфликт туындауы мүмкін да, ішінде адамның. Яғни ол неге алып келіп соғады? Ол адам депрессияға келіп соғады. Келіншектің өзін, яғни өзін неше түрлі ауруларға айта алмайды көбіне. Мына мойнынан ұстайды, мына жерлерден, диафрагма, ауыздан, тамақтан ұстайды, өзінің ойын айта алмағандығына әкелуі мүмкін. Енді бұл жағдайда міне мынандай істейсің деп біз психолог ретінде кеңес бере алмаймыз. Бұл жерде адам өзі шешеді, нақты қандай ситуацияға байланысты, өзінің денсаулығын таңдай ма, әлде енді жұмысына да байланысты. Былай алған кезде де жұмыстан не нәтиже көреді, ата-анасы ертең, өйткені внутренний личностный конфликт болып, ішінде чувство вины, өзін өзі кінәлаушылыққа түсіп қалса да, ертең қарамай қойып жұмысына кетіп қалып, әке шешесіне ертең жаңағыдай қараусыз қалып, күйеуі кінәлайды деп қорқуы мүмкін, өзін өзі кінәлауы мүмкін іштейді. Оның барлығы айналып келген кезде не психологиялық, психогендік жаңа проблемаларға келіп соғады. Сондықтан бұл ситуация, былай келген кезде нақты ситуацияға байланысты. Мысалға, нақты бұл жағдайға келген кезде келін өзінің таңдауын жасайды деп ойлаймын. Себебі менің күшім жетеді, мен ата-анама қараймын, күйеуі қамтамасыз етеді деп, күйеуіне үлкен қаржылай қамтамасыз ететін азаматтың рөлін беріп қойып, үйдегі ошақтың тірегі болам деп отырып, ата-енемдің өзім берекемді ұстаймын десе, ол таңдау жасаса, онда ол сол таңдаумен келіссе толыққанды. Сол таңдауды мойынсынып келін өзі қабылдаса, ең бастысы 3
кит бар ғой, мысалға психологияда ол түсіну ситуацияны, қабылдау, игеріп кету. Міне мен осы ата-енемдің осындай қайсыз жағдайын қабылдаймын, немесе осы ұсынысын қабылдаймын, мойынсынамын, мен оны осымен осылай өмір сүріп кетемін, күйеуім мені асырайды, бірақ өзімше басқа жағынан дамып отырамын десе, мысалға жаңағыдай басқа да бұл жұмысымнан басқа да жағынан дамып кете аламын десе, онда өзің таңдау. Жоқ, мен жұмысқа шығамын десе, онда ішіндегі чувство вины, өзін-өзі кінәлау, немесе жаңа күйеуінен кінәлайды деп қорқу болмаса, мысалға, немесе өзінің ішкі жаңағы өзін бір не дейді, жарамсыз сезіну, бір нәрсе бір өзін-өзі қуыстанып, мен не то істедім деген сияқты, орысша айтқанда, мен дұрыс жасамадым ғой деген сияқты болатын болса, онда таңдау жасау адамның өзіне байланысты. Бұл ситуация әртүрлі интерпретация беріп беруге болады да, нақты жағдайға байланысты. Сондықтан ол ішкі, егер әйел сау немен қараса, ол енді ата-ананың да ішкі триггерлеріне, мыналардың да ішкі триггерлеріне байланысты, ол ситуация, нақты ситуацияға байланысты деп айта аламын мен тек қана. Себебі мен де өзім кезінде бірінші мамандығым юрист, қызыл дипломға бітірдім мен. Кәдімгі оқып, күндіз-түні оқып, қиналып, ең бетке ұстар университет Казгюдің международный право факультетін бітіргем. Бірақ кейін келе күйеуімнің қызметіне байланысты мен қанша жерден қызыл дипломға оқиын, мен өз дипломымнан бас тарттым. Бұл сұрақтың жауабын айтайын сізге, бір өзімнің басынан өткенмен. Қызыл дипломнан бас тарттым. Әрине, менің атам өмір бақи менің миыма құйып кеткен. Ойбай, ана дипломмен жұмыс істемейтін болдың ба, енді не болды, күйіп кететін болды ғой, неше жыл неге оқыдың деп, маған сондай не айтып кетті, өлгенше кәдімгі сені жұмыс істе. Мен қызмет істедім, кейін декретке шықтымда, ол жұмысқа ары қарай шықпай қойдым, мысалға. Одан кейін мен істедім, қарап отырған жоқпын, жаңаға үйде отырып алып, мысалға бізде көп нәрсені әйел адам не құртады айтайын ба? Тағы бір ситуация есіме түсіп жатыр. Ол құртатын ярлық қойып алады да, менмендік болады да. Мен пәленше деген специалистпін. Мен мынандай мамандықтың иесі болып пәленше жыл оқи отырып, мен неге қалуым керек деген сияқты ой отырады да, мысалға. Мен мысалы сол кезде ойладым, жарайды, мен ойбай күйеуіме сен қызыл диплом берсің, мен қызыл дипломмын деп саласып отырсам не береке болады мен отбасымда, дұрыс па? Мен ойладым, жарайды, баламды бағып, тып-тыныш үйімде отырайын дедім да, мен үйде отырдым, бірақ қарап отырған жоқпын, не істедім? Сетевой бизнеспен алысып кетемін ғой мен, сол ортада. Ол да даму. Ол да жаңағы кітаптар оқимын, тыныш отырмайын да, бірақ ақша табудың көзіне үйрене бердім. Ол жерде интернет болмаса да. Көрдіңіз бе? Сондықтан жаңа айтқандай адамның өзінің любой ситуациядан шығып кетуге болады. Лишь бы жертваның рөліне кіріп, іштен өзін-өзі жауып, бүйтіп отырып алмаса болды. Тамаша жауап. Құрметті ханымдар, сұрақтарыңыз болса астына комментарийға жазсаңыздар болады. Мен өзімнің дайындаған сұрақтардың барлығына жауап берді. Іңкәр ханым, рахмет. Ойымыз бір жерден шығып жатыр. Аллаға шүкір, психолог бірге әріптес болғаннан кейін. Қазір сіздерде сұрақ болса, астына комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса. Жалпы сіздің нелеріңіз кіріп жатыр ма? Осы жерде келін мен ене туралы айта берсек, айта береміз, бір сағатта жетпейді, негізі бір сағатқа жақындап қалыпты. Жаңаға таусылмайды ғой, бұл жыр әңгіме таусылмайды. Саламатсыз ба, қайырлы кеш. Жаңаға бұл жерде енді 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні деп айтады ғой қазақта. 90 ауыз сөздің тобықтай түйінін осы эфирді қорытындылай келсек, Іңкәр ханым да, мен де жаңағы айтайын дегенім, мен өзім де келін болып тұрдым, енеммен 6 жылдан аса. Осы жерде айтайын дегенім, жаңағы мәселені екі жақты қарау керек та, осы психология саласына зерттеп жұмыс істегенде, адамдармен жұмыс істегенде түсінгенім, осы жерде мүмкін келісесіздер, мүмкін келіспейсіздер, әркімнің өз таңдауы. Бірақ та бағана Іңкәр ханым айтып кетті, сол сөзге қосыламын. Адам еш уақытта өзін жоғалтпау керек, өзін
жаңағы жертва рөліне түсірмеу керек та. Алла бізді әрқайсымызды ерекше қылып жаратты ма, осы өмірге жай жаратқан жоқ. Әрқайсымыздың өзіміздің бір орындайтын миссиямыз бар. Сол миссиямызды тауып, соған әрекет етуіміз керек. Келін екенмін деп бәрін ұмытып кетсеңіздер, өзіңізді ұмытып кетсеңіздер тағы болмайды. Ал енді мен ондай болмаймын деп тағы да тәкаппарланып жаңағыдай болып кетсеңіздер тағы да болмайды. Сондықтан әр нәрсенің ортасын ұстаған дұрыс деп ойлаймын. Келінді кір үтікте деп қалай айтуға болады дейді. Айтсыз Гүлмира ханым да Ақтөбе дейді. Гүлмира ханымға сол оқып күліп отырғаным, негізі бізде былай ғой, біздерде жаңағы адамның көңіліне қатты қараймыз ғой қазақ халқында. Өйткені тәрбиеде бізді бас ұстағанда қой ұят болады деп бала кезден да. Сосын сіз, видимо, келініңізге бір нәрсе ішкі жан дүниеңізде тұрған нәрсені айтуға ұялатын сияқтысыз деп ойлап отырмын мен. Гүлмира ханымға қарап болжам жасап. Менде үтікке үйренбеген дейді. Мен үтіктеймін кірді дейді. Сол дұрыс па, әлде бұйырып айтам ба дейді. Сіз бірінші қасыңызға шақырып алып, айналайын жаным, мен де осылай өтіктеу білмей келгенмін деп, міне былай өтектейді деп. Негізі мынандай өзіңіздің өмірден алған лайфхактарыңыз бар ғой, соларды көрсетіңіз. Міне жаным, былай қарасаң, бұрыштарын былай өтектейді, мынандай су бүркіп тұрсаң, немесе тағы да басқа техникаларды қолдансаң, өтектеу жеңіл болады деп. Сіз қызықтырып қасына келіп, мынаны өтектей қойшы деп, жаймен де бірінші бір киім, екі киім не қыла бересіз да, жаңағыдай беріп, жаймен де бір кішкенеден бастаңыз, кейін өзі алып кетеді ғой. Мен просто сіздің сұрағыңызға қарап, сіздің ішкі жаңағы қазақи тәрбиемен тәрбиеленгеніңізді оқыттым да. Адамның негізі даже терапияға келіп отқан кезде ау деп аузын ашқаннан бастап, қандай семьяда тәрбиеленді, қандай психикада уже бірден білуге болады да, жаймен деп, уже соған қарай болжамдап сұрақ қоя бересіз. Сіздің жаңа ренжіп қалады деп қорқады ау деп мен іштей ойладым. Я ренжіп қала ма деп ойлайын деп жазып жіберіпті Гүлмира ханым. Себеп сіз ренжітіп алуға қорқасыз, ұяласыз. Ұят деген ол да эмоция, былай алған кезде, мысалға ұят деген сезім біздегі психологиялық тұрғыда. Именно ұят деген нәрсенің орны бар, орынсызы бар. Бізге тек барлығы ұят деп бала кезде қазақи тәрбиемен тығып тастай берген біздің жаңағы санамызға, қан тамырымызға, бүткіл миымызға, генетикалық тұрғыда. Сондықтан оның ұяттығы жоқ, себебі сіздің отбасыңыздағы тіршілік, мен ойлаймын, ортақ тіршілік деп баршаңызға. Яғни қанша үйдің мүшелері өмір сүріп жатыр, оның ішінде сіздерге әйел ретінде сіздер сондай өтектеу, немесе кір жуу, тағы да басқа үй тіршіліктерін жасау керек болса, сіз ұялмай жаймен ғана барып келініңізге, самый главный, доброжелательность дейді ғой, сіздің ниетіңіз дұрыс болса болды, ойыңыз дұрыс болса болды. Күйеуіңізге айналайын жаным, мен мына өтекті мен саған көрсетейін, үйде үйренбеген болсаң, мен саған көрсетіп жіберейін, міне қарашы, мына жалай жасаң осылай болады, сен көмектессең сондай керемет болар еді, мен көңілім көтеріліп қалар еді, мен саған батаңызды беріп қойыңыз. Жаңағыдай, себебі солай қолапаштаған сайын, қолдаған сайын келін барынша, мен сіз ниетіңізге қарай, ол да сізге барынша көңіліңізге шығуға тырысады деген ойдамын. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Жылы сөйлесең жыланмен шығады деп қазақта бекер айтпайды ғой. Әр адамның жүрегінен орын табуға болады дейсіз ғой. Себеп бұл Гүлмира ханымның өзі де тікелей ішінде жоқ деп айта алмайтын сияқты көп адамға да. Мысалы, қазір адамдарға жоқ сөзін айту қиын да, мысалға. Жоқ деп айтып, немесе мынау нақты мынаны жасау керек деген сияқты, ол ұрсу, немесе кикілжің формада емес, жаңағыдай бесконфликттай форме. Яғни ешқандай кикілжіңсіз формада, кәдімгідей жақсы көзқарасты, жақсы ниетті формада айтуға болады. Сондықтан сізге жоқ деген нәрсені өмірде өзіңіздің қалауыңызды айтып үйрену керек. Мен мынаны қалаймын, мен мынаны таңдаймын деген нәрсені Гүлмира ханымға. Себебі, мысалға, адамға сұрақ қоясыз ғой, үйде дәмді әйел адамдарға тәтті тағамды кімге берер едің десең, көп әйел бірінші күйеуін, баласын айтып шыға келеді ғой. Өзі қайда? Сол сияқты. Иә. Жоқ деп айта алмау, ол тоже әр жақты себептері бар ғой, самооценканың төмендігі ма, өзіне сенімсіздігі ма, өзін жаңағыдай бағалай алмайтындығы, барлығы сол детский травмаларға байланысты ғой енді көбісі.
Құрметті ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма, таусылды ма? 1 сағат демде өтіп кетті зуылдап. Іңкәр ханым, сұхбат өте керемет болды. Сұрақтарға нақты жауап бердіңіз. Осы жерде ханымдарға пайдалы болды деп ойлаймын. Біраз сұрақтарыңызға жауап алды деп ойлаймын. Келін мен ене қарым-қатынасына байланысты. Осы эфирді Алла қаласа сақтап қоямын. Барынша таратыңыздар. Қазір ене болмасаңыздар, болашақта ене боласыздар. Сондықтан ене болсаңыздар да, келін болсаңыздар да таратып жеріңіздер, барынша көрсін. Өйткені эфир өте пайдалы болды деп өзім солай ойлап отырмын. 1 сағат уақыт ішінде білгенімізбен бөлістік. Сізге Іңкәр ханым көп рахмет айтам. Алла разы болсын. Құрметті ханымдар, сіздерге айта кетейін, бұл жерде бізде әріптестермен пікір алмасу, араласу деген нәрсе болып жатыр. Бұл Іңкәр ханыммен мен өзім кеше ғана ма, алдыңғы күні ғана ма Инстаграмда танысып, осылай сұхбатқа келісті. Бір айтқаннан келіскеніңізге рахмет. Алтын уақытыңызды бөліп. Керемет эфир болды дейді. Рахмет, пайдалы болғаны қуаныштымын. Мен бір нәрсе айтып кетейін. От қойып жатыр. Бір нәрсе айтып кетейін. Ең басты нәрсе өмірде сіз кез келген зат ол біздің ойлануымыздан басталады. Мысалы, қандай ойға келеміз. Яғни ойлануымыздан басталады. Ой келеді автоматты түрде. Ол ойдың негізгі түпкі ойлары бар. Түпкі ойлары көп нәрсе. Мен сіздерге айтайын, мына ақыл бізді тежейтін зат ол. Бізді ақыл тежейді көп заттарда. Ақыл деп айтпай қой, ми тежейді. Сондықтан ми емес, ішкі жан дүниеңізге, жүрегіңізге сеніп, барынша ниет, ықыласыңыз кез келген адамға болсын, әлемге болсын, жандарға болсын, жан жағыңызда көрші қойған болсын, үйіңізден бастайық, бала шағаңыз, күйеуіңізге деген, ата енеңізге деген ниетіңіз, ең басты көзқарасыңыз түзу болса, ары қарай кез келген нәрсе мына ой, ниет, содан туындаған эмоция әрекетке байланысты. Сондықтан бәрі өз қолдарыңызда. Кез келген проблеманы, ол проблемасы болмайды. Бізде адамбыз, эмоцияға салынамыз. Эмоция деген ол нормальный нәрсе. Тіптен қазір позитивный психология деген нәрсе бар ғой. Мен өзім 10 жыл жүрдім позитивный психологиямен. Позитивный психологияның екінші ұшы да бар. Ол выгорание, ол паническая атака, ол депрессия. Сондықтан мынау жылау, ренжу, қобалжу, өкпе, оның бәрі нормальный эмоциялар Алла тағаладан берілген. Мысалға, нормаль адамзаттың қалыпты эмоциялары. Оны сізге жылағыңыз келіп тұрса, жылап алғаныңыз дұрыс. Оны ұстамаңыз, ішіңізде сақтамаңыз, ішіңізге жауып тастамаңыз. Бірақ сол эмоцияда қалып қоймау керек. Себебі эмоция бар жоғы бір доля секунд, 7 минутқа дейін ғана дамуы мүмкін. Ары қарай сіздің ақылыңыз қосылады да, ақыл одан сайын оны жаңағы еселеп, сіз әр адамға айта берген сайын оны қайта проживать етіп, одан сайын әсерлеп, мысалға, содан ана жоқ жерден анан ұлғайтып проблема қылып алудың қажеті жоқ. Мен сізге тіке айтатыным сіздерге. Сондықтан кез келген нәрсе біздің ниетімізбен ойымызға байланысты. Жүрегіңізді барынша ниетіңізді таза ұстап, ойыңызды да барынша жақсы жаққа жори біліп, кез келген іште жаман ой келеді, ол келген жаман ойлардың бәріне рахмет айтып, өз ішкі жан, ішіңіздегі ішкі түйсігіңіз, сізді вселенная деген нәрсе, мына ішкі түйсік біздің. Мысалы, ішкі денемізден, жүрегімізден келіп тұрған. Сол қалай сізге айтады, интуиция дейді, мысалға да, көбіне әртүрлі интерпретация беріп жатады. Сондықтан соған сеніп барынша ойыңызды, ниетіңізді жөндесеңіз, қарым-қатынастарда кез келген сәтте шығуға болады жақсы деңгейде. Жақсы деңгейге дамытуға болады. Ең басты келін болған кезде айтатын жағдай, идеальный болуға, ешқандай идеал жоқ өмірде. Идеальный болуға талпынбай, жалпы өзіңіздің барынша қалай барсыз, бояусыз, жасандылықсыз, белгілі бір жағымпаз болмай-ақ, кәдімгі барынша қарым-қатынас жасауға тырысыңыз да, мысалға. Ең бастысы сол. Бірақ енді жақсы, Іңкәр ханым, енді келгеніңізге көп рахмет, Алла разы болсын. Бұл эфир соңғы эфир деп ойламаймын. Алдағы уақытта мүмкін басқа тақырыптарда тікелей эфир өткіземіз. Менің уақытым болып жатса, иншалла. Танысқаныма қуаныштымын. Келгеніңізге тағы да рахмет. Енді эфирді аяқтайық. 1 сағаттан асып жатыр. Инстаграмға сақтап үлгерейін деп жатырмын. Көп рахмет. Алла разы болсын. Сау болыңыздар, рахмет. Сәттілік тілеймін баршаңызға.
Құрметті ханымдар, эфирді осымен тамамдаймын. Келесі эфирде кездескенше сау саламат болыңыздар. Келесі эфирде қандай тақырыпты қозғағанды қалайсыздар, сол туралы осы эфирдің астына комментарияға жазсаңыздар болады. Жылы пікірлеріңізді, оттарыңызды, лайктарыңызды қойып қойсаңыздар болады. Біз қуанып қаламыз. Көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды бөліп кіргендеріңізге Алла разы болсын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.